Отличная комбинация была. Адито сделал выверенную подачу. Гол. Это был гол. И Тарас ведет со счетом 1-0. Браво, ребята, браво. Отличная игра. Сейчас в Таразе праздник. Хожамберди забивает гол. Не может успокоиться стадион, да, давно мы этого ждали. Причем сегодня есть возможность у Тараза не кого-нибудь обыграть. Да, Тараз может сегодня обыграть не кого-нибудь, а сам Шахтер, двукратный чемпион последних лет. И у них пока это получается. Фэрплей. Лежит игрок на газоне. Шахтер, значит, продолжает атаковать. Доп ойынға қосылмайды. Иә, күлкілі жағдай қазір, күлкілі жағдай. Әрине тараздықтар кез келген тәсілмен бұл ойынды жеңбекші. Сондықтан осындай кішкентай қулыққа барған болатын Евстигнеев. Арно Пайперс пен қосалқы төреші тағы да бір-бірін түсінбеушілікте. Шахтерлықтар қазір міне Айт добын ойнаған. Жоғары көтерілген соққа. Допты сыртқа шығару керек. Цветков! Жоқ. Я, өкінішті орай гол. Гол 1-1. Я. Тура өткен жылғы сценарий. Ол жерде де тараздықтар 80-ші минутта ойынның аяғында есеп ашқан. Сөйтіп ол кезде Мақсат Байжанов 90-ші минутта гол соққан етін. Ол есеп 1-1 болып есептелген. Өкінішке орай есеп 1-1. Тараздықтар жаңа шабуылын бастауда. Хожамберди! Не деген гол! Құрметті көрермендер, Хожамберди дубль жасауда. Иә, тараздықтар бұл жерде жоқ деп айтқан бірақ не деген керемет гол! Мынау триллер гол, таза триллер. Иә, 90-ші минутта гол жіберіп қойып, есеп міне 2-1. Құрметті жанкүйерлер, не деген триллер ойын. Шасын сәттің шешіші сәтте Хожамберди жерге жата қалып допты қақпаға кіргізіп Хожамберди дубль жасады. Жарайсың Хожамберди, жас талантты ойыншы. Тараз алға, міне тараздықтардың көптен күткен жеңісі енді ешқайда кетпейді деп ойлаймыз. Иә, құрметті көрермендер, бүгін Тараз өз алаңында Шахтер командасын 2-1 есебімен ұтып келе жатыр. Поздравим, дорогие друзья, всех болельщиков, руководство футбольного клуба Тарас, игроков. Это просто отличная игра, триллер. Мы побеждаем 2-1. Поздравляем.